Біріншіден, мен Арыстан Ақсақалға, Көркемге үлкен алғыс сіздерге. Сіздерге Алла жар болсын, алдан қайтсын осы еңбектеріңіз. Екіншіден, бұл енді үлкен мәселе, біз тарихымыздың әрине келсем көп нәрсе қайтқан жоқ. Біз ана отарсыздардың туралы заң қабылдану керек, соның үлкен бір бөлек тарихты қайтару керек. Көрдіңіздер ме? Оның бәрі жоқ, біздің енді биліктің істеп отырған, оны жақсы білесіздер, неге олай болып отырған. Сондықтан да түрдегі толық болсам, енді қысқартып айтатын болсам, мен ойымша хат жазу керек, жаңағыдай хат бара берсін билікке. Билік қалай істейді, не істейді, оны көреміз. Бірақ екінші жағы да бар. Екінші жағы мен ойлаймын, біз өзіміз арнайы таңбалы-тас деп аталама, басқаша аталама, арнайы қор құрып, халықтың азаматтарын соған жұмылдыруымыз керек. Мінекей. Сол қорды әрбір интернеттер болсын, газеттер болсын, прессалар отырғы бәрде. Сол жерден достап жарнамалап, соның қолында несі бар азаматтар жаңағы, қолында қаржысы бар ғой азаматтар, Құдай шүкір қазақ арасында. Солармен осындай жаңағы сіздей жаңағы белгілі азаматтар әңгімелесіп түсіндіріп осыны. Біз өйткені қазір қайтармасақ жоғалтамыз. Мысалы өзімен мұнайда көп жұмыс істеген адамын. Мысалы мен білем Батыс Қазақстанда көп жаңа қазір салынып жатыр ғой, газопровод салынып жатыр, жаңағы мұнай қорлары салынып жатыр. Сонда өте көп біздің жеріміз мысалы қазылып, быт-шыт болып кетіп жатыр. Ана үлкен аэродром мысалы Батыс Қазақстанда біраз сақталып қалды. Сондықтан мен айтайын деген біз кезетуіміз керек бұл мәселені. Ал енді мен соңында айтайын деген былай, жаңағы бұл жерде Амалбек мырза шығып кетті ғой, мен ол кісімен келіспеймін. Жаңағы 5-6 жылда бәрі қойылып, бәрі бітеді деген. Оған дәлел ретінде мен сізге бір 2-3 фотография көрсетейін деп тұр. Мына 20-ші қыркүйек күні өткен тіл митингі. Оны біраздан қатысқан шығарсыздар, иә? Өкінішке орай мұны бір баланың қарамар дедікше, онша бір қарақалау түскен, енді біраздарыңыз болыңыздар, білесіздер жақсы, иә? Енді мәселе мен айтайын деген ол емес. Тіл митингінен кейін 800 адамдай шығып, мына Қалихан деген Желтоқсан ақиқаның жігіті ақ көйлекті ортада кетіп бара жатыр ғой. Міне жігіт міне Қалихан деген. Сол трибунадан айтып сөйлеп тұрғанда бәріңізді біз алаңға шейін өтейік. Өйткені бүкіл жаңағы прессаны, бүкіл теледидардың бәрін жібермеген әкімшілік, жаңағы залға жібермеген. Ешкім жоқ. Түсіргендер көп болса азаматтар ғана. Сондықтан да біз көрсетейік осындай бір акция болған деп. Соны біз бәріміз шықты. Шамамен 800 адамдай біз неге бардық? Жоқ, мен айтайын деген қазір кешіріңіз, бір ауыз сөз. Ол мен айтайын деген мынау. Міне сол адамдардың 90% жастар. Міне, қазақтың рухы өлген жоқ. Мен өзім мынандай орында тастадым. Қазақ ұлты мәңгі, қазақ рухы мәңгі деп. Соны айтып, мына жастар жаңғыртқанда, мен көзіме жас келді. Мен көншек адам емес. Ол біліңіздер. Сондықтан да біздің болашағымыз бар. Бірдің рухымыз бар әлде. Рухымыз бар. Бірақ біз аға буын ретінде солардың көзін ашпай отырмыз мұны, бұлақтың көзін ашпай. Соларға жеткізе алмай отырмыз. Мұна бір көрінісі, өйткені тарихымызда өте көп тәлім жатыр бұл үшін.